Ертеде қоңыр күз мезгілі болатын. Ағаштың жапырақтары түсіп, тек жабайы алма ағашының басында жалғыз алма қалған екен. Alma. Қолым жетпей жатыр. Қарға алманы алып берші. Қояр, қазір алманы түсіреміз. Бер алманды. Бұл не айқай-шу? Мазамды алдыңдағы. Аю, сен ақылдысың, әрі үлкенсің. Алма тауып алып, соны бөліп берші. Алманы кім тапты? Мен. Алманы кім жеп алды? Мен жеп алдым. Кім оны ұстап алды? Мен. Дұрыс айтасыңдар. Бәрің де еңбектеріңдей. Мынау бұл алма ғой. Бұл саған қоян. Тауып алғансың. Сен өзің барғансың. Сен ұстап алғансың. Бұл маған ақыл айтқансың. Әрқайсы өзіне берілген алманың бөлігін жеп риза болды. Өйткені аю ешкімді ренжітпей, дұрыс, әділ шешім шығарған еді. Сонымен береке басы бірлікте деген осыдан қалған көрінеді.